Сәлеметсіздер ме студенттер, бүгінгі сіздермен өтілетін тақырыбымыз гимнастиканың негізгі тәсілдері, әдістемелік ерекшеліктер. Гимнастика бұл денені дамытудың икемділікті, күшті координацияны, теңгерімді және төзімділікті дамытуға бағытталған физикалық жаттығулар жүйесі. Гимнастикада бірнеше негізгі тәсілдер мен әдістемелік ерекшеліктер бар. Олар әртүрлі гимнастикалық құралдар мен жаттығулар арқылы жүзеге асырылады. Негізгі тәсілдеріне келетін болсақ, негізгі тәсілдері жалпы гимнастика, әрқилы гимнастика, спорттық гимнастика, көркем гимнастика және акробатика болып бөлінеді. Көрермендердің көбісінен келіп жатқан сұрақ: кино өз-өзін ақтады ма? Сейчас у тебя это есть? Какой олай türetme. Спорттық гимнастика. Спорттық гимнастикада гимнасттар белгілі бір жаттығулар мен қимылдарды орындап, оларды көрсетеді. Бұл жерде жаттығулар жоғары техникалық дағды мен физикалық дайындықты талап етеді. Көркем гимнастикаға келетін болсақ, бұл гимнастиканың нәзік және эстетикалық түрі. Ол түрлі жаттығуларды музыкамен үйлестіріліп орындауға негізделген. Қолмен жұмыс жасау, әсемдік пен жеңілдік маңызды болып табылады. Акробатика. Бұл гимнастиканың бір түрі. Онда жаттығулардың түрлі қимылмен орындау талап етіледі. Акробатикада теңгерім, икемділік және күшті үйлестіру маңызды рөл атқарылады. Әдістемелік ерекшеліктеріне келетін болсақ, олардың түрлері: дайындық деңгейіне байланысты жаттығуларды іріктеу, қайталау және түзету, және тепе-теңдікті дамыту және физикалық шыдамдылық болып бөлінеді. Осындай әдістемелік ерекшеліктері бар болып табылады. Дайындық деңгейіне байланысты жаттығуларды іріктеу дегеніміз, яғни әдістемелік жоспар бойынша жаттығулардың қиындығы мен ауырлығы адамның дайындық деңгейіне сәйкес болуы қажет. Алдымен негізгі қарапайым жаттығуларды орындау, кейіннен күрделі жаттығуларға өту маңызды. Яғни қай спорт түрі болмасын, біз сіздерге әрдайым айтамыз, барлық жаттығуларды орындамай тұрып, адамның жынысына, оның жас ерекшеліктеріне қарау керек. Гимнастикада да дәл солай, яғни ең бірінші кезекте сол өзінің жасына байланысты соларға қарай отырып жаттығуларды беруіміз керек болып табылады. Келесі бізде қайталау және түзету. Қозғалыс дағдыларын жетілдіру үшін жаттығуларды бірнеше рет қайталау қажет. Әр қимылдың дұрыс орындалуы үшін оны қайтадан тексеру және түзету әдістері қолданылады. Яғни бір жаттығуды шеберлі, мысалы, қайталау арқылы сол жаттығуларды мықты көрсеткіш көрсете аламыз. Сол жаттығулар арқылы сол үшін әрбір жаттығуда көбірек, мысалы, гимнастика спорт түрлерінде аяқты дұрыс ұстау, қол бұлшық еттері, денені дұрыс ұстау, соның барлығын қайталау арқылы ғана түзете аламыз. Сол үшін қайталау жаттығуларды ерінбей жасауымыз керек болып табылады.
келесі бізде тепе теңдікті дамыту. Гимнастикада тепе теңдік өте маңызды элемент болып табылады. Бұл мақсатты жету үшін жаттығулар мен техникалық қолданылады. Мысалы, арқада тұру, қолды тіреу арқылы тепе теңдік сақтау. Яғни тепе теңдік бұл гимнастика спорт түрінде ең көп кездесетін жаттығулардан бірі. Өйткені тепе теңдікті сақтамаған жағдайда ұпай шегерілуі мүмкін спорттық жаттығулар жасау кезінде. Сол үшін тепе теңдікті дамыту жаттығуларын көбірек жасауымыз керек болып табылады. Физикалық шыдамдылық. Гимнастиканың көптеген түрлерінде физикалық шыдамдылық пен төзімділік өте маңызды. Сондықтан жаттығуларды жүктемелердің көлемі мен қарқындылығына кезең-кезеңмен артады. Яғни бұл гимнастика спорт түрі, бұл да әрине физиканы көбірек талап етеді. Өйткені сақиналарда тұрғанда, немесе кермеге тартылғанда, немесе атта тұрғанда әрқайсында бұлшық еттердің, яғни физикалық шыдамдылықтары өте маңызды болып келеді. Сол үшін физикалық шыдамдылықтарды дамытуға арналған жаттығуларды осы аталған жаттығулармен барлығымен бірде жасап отыруымыз керек болып табылады. Жалпы гимнастика әдістемесі адамның физикалық, психологиялық және техникалық даму деңгейіне қарай үнемі жетілдіріліп отырады. Яғни гимнастика спорт түріне әрдайым жасауымыз керек. Оны доғарып, яғни тоқтатып қойсақ, яғни физикалық тұрғыдан болсын, психологиялық тұрғыдан болсын, ол өте қиын болып қалуы мүмкін. Сол үшін бұл спорт түріне күнделікті әр сабақта, әр жаттығуда жасап тұрғанымыз жөн болып табылады. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Жалпы осы